Ұстаз мешітте жамағатпен намаз оқыған кезде имам артында кейбір адамдар фатиха немесе құран оқып тұрғанын байқаймыз. Сол қаншалықты дұрыс? Имамның артында Құран, Фатиха оқу дұрыс емес. Мен сіздерге үш дәлел келтірейін. Бірінші Құраннан. Араф сүресінің 204 аятында Аллах Тағала Құран оқылған кезде мұқият тыңдаңдар, үндемеңдер дейді. Бұл намазға қатысты айтылған аят. Екінші, пайғамбарымыздың хадисі. Абу Хурайра радиаллаху анху жеткізген хадисте, бұл хадис Сахих Муслимде келеді. Имамды оған еру үшін орнатты. Сондықтан имам тәкбір айтқанда сендер тәкбір айтыңдар, имам Құран оқыған кезде үндемеңдер дейді. Бұл пайғамбарымыздың сахих хадисі. Үшінші, сахабалардың сөзінен келтірейік. Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху Құран оқып тұрған адамға имамның артында қатты сөгіс айтқан. Әттен имамның артында Құран оқыған адамның аузынан шоқ салғанымда ғой деп айтқан. Сондықтан күндізгі намаздар болсын, кешкі намаздар болсын, жамағатқа, имамның артында тұрған жамағатқа Құран, Фатиха сүресін оқуға болмайды. Тек қана үндемей тұрасыздар.